Мұрат мырза, мына тақырыптан тыс бір енді жалпы енді үнемі тақырыппен болмайды ғой. Мысалы, Жапон елі өте мәдениетті ел деп енді дүние жүзіне танылған енді. Қазақ елі де одан кем емес. Бірақ осы қазақ елі парламент депутаттары мен Жапонияның парламент депутаттарының мәдениет деңгейін қалай салыстырасыз? Неге оларда жаңағы арасында төбелес те болып тұрады? А біздегілер шашын сипап жылмайып отыра береді. Соған қалай қарайсыз? Мен енді төбелесу, күш көрсету мәселені сол төбелеспен шешуге жалпы өзім қарсымын. Қазақта бір керемет сөз бар. Білекті жүзді жығады, ақылды мыңды жығады дейді. Сол себептен біз күшімізді сол жүзге емес, мыңға жұмсайтынды ақылмен, оймен, парасаттылықпен шешкеніміз дұрыс. Және алдағы уақытта да қандай бір партия болсын, 5 партия болсын, парламентте төбелеске барып, бір-бірімізді жағадан алудан аулақ болуымыз керек деп есептеймін. Жалпы біз парасатты, білімді, жаңа құқықтық мемлекет болғаннан кейін барлық мәселені бірінші кезекте құқықпен шешуіміз керек. Егер мысалы парламент депутаты өзі заң шығарып отырып бұзықтық жасап, ал төбелес деген бұзықтық, ол сөйтіп басқаларға үлгі көрсететін болса, онда біз мемлекетіміз қалай болады? Сол себептен мен ойымша ішіңнен шыдай алмай жатсаң да, бірақ төбелеске барып, біреуден жағадан ұстап, біреуді ұрып жыққан қай кезде болса дұрыс емес. Егер парламенттің депутаты болмай, кәдімгі азамат болған өзінде де бұл заңнан тыс кетеміз. Енді өзіміз көп халық емеспіз, 16 миллион адамбыз. Бұл жерде енді бір-бірімізді құрметтеп сыйлаудан біз қашпауымыз керек, керісінше осыны дамытуымыз керек деп есептеймін. Сонда Жапон депутаттарынан қазақ депутаттары парасатты, білімді болып шығып тұр ғой. Мен өзім ойлаймын, біздің ұлттық құндылықтарымыз бар, соны сақтауымыз керек. Ұлттық құндылықтарымыздың бірі айтқан жақсы сөздерді мойындау. Егер сенің дәлелінен басқаның дәлелі мықтылау болып, немесе жаңағы сөзбен жеңіп, жаңағы өзің берген ақпаратымен сен ақпараттың қара ұтымды болып, өз дәлелін тауып айтылып жатса, мен ойымша төбелеске бармай мойындап, сонымен шектелуіміз керек. Мен ойымша бұл жерде кейбір батыс технологиясын пайдаланып, бізде әртүрлі жаңағы дискуссиялық клубтар болады, жаңағы жастар арасында өткізетін сайыстар болады. Мен мысалы өзім соның жалпы жүйесіне келіспеймін. Ондай сайыстарда көп жағдайларда бір-біріне аяғына дейін қарсы болады. Мұрат мырза, мен әдейі Жапон елін мысалға алып тұрмын. Батысты алып тұрғам жоқ, батыс құрсын. Мысалы, Жапон елі мәдениет деймін, сонда Жапон депутаттары мәдениетсіз деп қабылдайсыз ба? Өз жаңа сайлаушылардың мүддесін қорғауда жаңағы төбелеске дейін барады. Неге? Мен ойымша біздің парламенттер биылғы қазір қызмет атқаратын болашақта да ондай мәселеге бармау керек деп есептеймін. Мәдениетті болу керек дейсіз ғой. Жапон депутаттары мәдениетсіз. Жапон өздерінде бұрыннан сондай қалыптасқан дәстүр бар шығар, бірақ біздің халықта ондай дәстүр жоқ.